Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұны өзіміздің Шымкент қаласында қазақстандық дизайнер жасаған. Осында логотипті қайталап жасап көреміз. Мына жерде артылмап тастайыншы. Осыны қойып аламыз. В точ жасауға тырысамыз, бірақ алтау жетеуін қалдырып қоямыз. Қалған аламыз. Былайнан Ctrl-S, Ctrl-G дейміз да. Осылай қойып қоямыз. Үст алып. Жер қойып қоямыз. Енді мына жерге круг жасаймыз. Кругты Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да, осылай қоямыз. Осылай қоямыз. Енді бәрін белгілеп аламыз да. Осылай бояймыз. Артық кетіп қаптым мен. Мінекей. Мына жерде прямой линияны создать етеміз. Квадрат жасаймыз мына жерге. Сәл кішірейту керек. Былайнан қойып қоямыз. Мінекей. Енді мына жерде линия создать етіп алайық. Қалыңдығын примерно осымен келтіру керек. Осылай қойып аламыз. Жоғары көтеру керек екен. Одан сәл төмен. Жоқ, сәл бүйтіп етеміз. Осылай қойып қоямыз. Мінекей. Енді осының бәрін белгілеп аламыз. Мынаны разобрать етіп тастайық. Болды. Бәрін белгілеп аламыз.
Ctrl-S, Ctrl-V дейміз да, қойып аламыз. Жүріп тастаймыз. Размерін үлкейтейік. Центрге қоямыз. Цветін пипеткімен таңдаймыз. Квадратты аламыз да. Осылай қоямыз. Артына жібереміз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де сізге логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Немесе танысыңызға керек болса, мені айтып жүріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар. Видеоның астына сілтеме қойып қоямын. TikTok, Instagram парақшаларыма сол жерге кіріп тіркелсеңіздер болады. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.